Сәлем достар, бүгін сіздерге күнделікті ақша табуға болатын тәсілді көрсетемін. Ешқандай салымсыз, телефонмен де орындауға болады. Және осы схемадан сіздер доллармен ақша табатын боласыздар. Сондықтан да видеоны толық көріп, каналға подписка жасап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Біздің бірінші қолданатын сайт YouTube Monster деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Достар, ақша табу тәсілін түсіну үшін видеоны міндетті түрде толық көргендеріңіз дұрыс. Осы сайт арқылы біз YouTube-тан, ВКонтакте, Instagram, TikTok арқылы накрутка жасай аламыз. Енді регистрацияға басайық. Осы жерде логин, почта, парольдарыңызды жазып, зарегистрироваться басасыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін мынау біздің жеке кабинетіміз. Бізде қазір 500 коин бар. Сонымен қатар біз бұл жерде выполнить задание дегенге кіреміз. Одан кейін әртүрлі заданияларды орындап, яғни коин жинаймыз. Ол коинді басқа видеоларға құртып ақша табуымызға болады. Оны қазір толық түсіндіремін. Енді оң жағына қарайтын болсақ, поставить лайк деп тұр. Ол үшін бізге 200 коин төленеді. Сонымен қатар басқа біреудің каналына подписка жасағанға 350 коин, оставить комментарий 400 коин. Бұл жерде бізде YouTube бар, ВКонтакте бар. Сделать репост дейді ВКонтакте арқылы. Ол үшін де 400 коин алады екенбіз. Instagram бар және де TikTok'ты қолдана алады екенбіз. Енді сол жағында панель управления басамыз. Жеке кабинетте оң жағында запустить YouTube клиент деген бар, соған бассақ, бұл жерде скачать приложение для Windows деп тұр. Осы жерде біз приложениені жүктей аламыз, одан кейін осы приложение арқылы бізге коиндар автоматты түрде түсетін болады, яғни жиналады. Енді осы сайттан қалай ақша табуға болатынын толық түсіндіретін боламын, сондықтан да дәл қазір осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Одан кейін поисқа PlayerUp деп жазатын боламыз. Бұл америкалық сайт, осы арқылы біз ақша табамыз қазір. Осы америкалық сайт арқылы біз неше түрлі услугаларды сатып немесе сатып алуға болады. Қазір мен орысшаға аударайын. Бұл жерде ең басты парақшада біз аккаунты YouTube купить, продать дегенге басамыз. Одан кейін просмотр YouTube на продажу деген осыны таңдаймыз. Достар, осы жерде мұқият қараңыздар. Осы америкалық сайт арқылы басқа адамдар YouTube просмотрларды 25 долларға, 49 долларға, яғни қымбатқа сатып жатыр. Осының барлығын басқа адамдар сатып алуда. Сондықтан да біз де осылай осы жерде жарнама жасап, өзіміздің объявлениямыз арқылы өте жақсы ақша табуымызға болады. Мысал ретінде осы жарнаманы қарайтын болсақ, 200 просмотрды 15 долларға сатып жатыр. 25 адам көрген, ответі 2 деп тұр, яғни осы жарнама сатылып жатыр деген сөз. Енді есептейік. 15 долларымыз біздің қазір 6200 теңге. Енді YouTube Monster сайтына кіріп добавить задание басамыз. Мына жерде платные услуги таңдаймыз. Мына жерге ссылканы қоямыз, названиясын тест деп жаза саламын. Одан кейін тип задание просмотры YouTube 200 рубльға 1000 просмотр жинай аламыз. Енді бізге мысалы мына жерде 200 просмотр керек. Ол үшін біздің құртатын ақшамыз 40 рубль. 40 рубль теңгемен 225 теңге. Сол кезде біз осындай жарнама жасап 15 долларға сатып, ол дегеніміз 6200 теңге, 200 теңге рекламаға құртамыз. Сол кезде таза пайда біздің 6000 теңге болады. Сонымен қатар тағы айта кететін жағдай, біз бірінші осы ақшаны аламыз, одан кейін барып оларға просмотрды жасап береміз. Сондықтан да біз ешқандай ақша құртпаймыз. Егер де біз әрбір жарнамаға қарайтын болсақ, 636 просмотр бар, мына жерде 1852 просмотр бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай америкалық сайтта өте жақсы ақша төленеді. Егер де сіздерде конкуренция бар деген ой туындаса, міне жаңа салынған жарнама вчера деп жазылып тұр, 15 адам көрген екен. Мысалы тағы кеше салынған жарнама 16 адам көрген. Сондықтан да сіздердің жарнамаларыңызды да басқа адамдар көріп сіздерден заказ алатын болады. Мысал ретінде тағы бір жарнаманы көрсеткім келіп отыр. 100 просмотрға 8 доллар сұрап тұр екен. Кеше салынған объявление 20 адам көрген екен. 8 долларымыз 3300 теңге. Ал YouTube Monster сайт арқылы 100 просмотрды біз 20 рубльға сатып аламыз. Ол дегеніміз 120 теңге. 3300 теңгеге сатамыз плюс-минус, сонымен таза пайда бізде 3000 теңге болады. Осылай достар, америкалық сайтты қолданып сіздерде 3-4 жарнама жасап ақша табуларыңызға болады екен. Енді бізге де жарнама жасау үшін осы жерде опубликовать новое объявление дегенге басамыз. Жарнаманың заголовогына мен осылай жаздым. Сіздерде басқа біреудің объявлениясын көріп кішкене қысқартып өзгертуге болады. Одан кейін описаниясына да қосымша сөздер жазып кеттім. Ары қарай қарайтын болсақ, біз 1000 просмотр жинап береміз. Одан кейін мына жерде 1 сағаттан 2 күнге дейін. Бағасын басқалардан кішкене арзанырақ қойсақ, мысалы 20 доллар деп, онда бізде көбірек заказ болады. Одан кейін осыған басамыз. Міне осылай біздің жарнамамыз дайын. Осы сайттан заказ алғаннан кейін ссылка на задание деген жерге заказчиктің видеосының ссылкасын қоямыз. Одан кейін названиясына өзіміз жазып қоямыз, мысалы бірінші заказ деп. Одан кейін YouTube просмотрды таңдаймыз осы жерде. Одан кейін қанша просмотр керек, мысалы 1000 просмотр болатын болса, біз 200 рубль ақша
ақша кетіреді екенбіз, ал сатып жатқанымыз $20. Ол дегеніміз 8000 теңгеге сатып жатырмыз, өзіміз 1000 теңге ақша кетіреміз. Сонда таза пайдамыз 7000 теңге. Одан кейін барып оплатить басамыз. Енді осы сайттан тапқан ақшаны шығару үшін мына жерде настройки дегенге басамыз. Одан кейін Payer кошелекқа немесе өзіміздің жеке картамызға шығарып алуға болады. Мен Payer'ды таңдадым. Ары қарай өздеріңіздің имейлдарыңызды жазасыздар, Payer кошелектарыңыздың номерін жазасыздар. Одан кейін сохранить басамыз. Осындай достар, керемет ақша табу тәсілі. Сонымен қатар Instagram аккаунт деген бар. Осыны да қолдануға болады. Басайық. Ары қарай біз Instagram лайки немесе Instagram подписки дегенді таңдауға болады. Подписчиктарды таңдаймыз. Бұл жерде де қарап тұрсаңыздар, жаңа салынған жарнамалар осыдан 10 күн бұрын салынған екен. 345 просмотр жинаған, мына жерде 294 адам көрген екен, 412 адам көрген. Ал бағаларын қарайтын болсақ, 1000 подписчик жинап бергенге $10 алып жатыр. Ал біз болсақ, 1000 подписчикті $1 жинап беріп, $9 таза пайда табуымызға болады. Енді арзан Instagram подписчиктарды қайдан жинауға болатынын менің осы видеомды көрсеңіздер түсінетін боласыздар. Сондықтан да міндетті түрде осы видеоны көріңіздер. Одан кейін осы жерде басқа адамдарға подписчик жинап беріп, қосымша тағы ақша табасыздар. Ал достар, сіздермен болған мен Дәулет Бисұлтанов. Осындай керемет тәсіл үшін осы видеоға лайк басып, каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар колокольчикті қосып қойсаңыздар болады. Бұл жерде одан да басқа пайдалы видеолар шығатын болады. Сондықтан да міндетті түрде жібермей көріңіздер.